Кешке киіміңді реттейсің, сосын ойларыңды. Ертең мен қандай жұмбақ жасырамын? Суық өтпейтін киімдер болады, бірақ суық күндер жиі болмайды. Ертең не кием? Бәлкім сыр сақтағыш қоңыр жемпіріңді, немесе ұрысқақ шалбарыңды, әлде үнсіз қара жейдеңді ме? Жаңа киімге тәнім сияды, ойларым бірақ әрең сияды. Үстімдегім алғашында жай мақта болды, сосын оны біреу сөзге айналдырды. Маған жарасады ма білмеймін, тек әзірге басқа ойларым жоқ. Үнсіздікке оралған тәнімді Құдайға табыстамай тұрып, күнде киімімді таңдап киемін. Өзгеге ұнау үшін емес, өзіммен амандасу үшін.